Түркия бурслары Түркия мемлекетінің ең ауқымды грант бағдарламасы, себебі барлық шығындар мемлекет тарапынан жабылады. Ең кезеңдеріне келіп тоқталатын болсақ, бірінші онлайн заявка тастау, екінші заявка қаралым уақытын айтатын болам, интервью, грант ұтқандарды жариялайды, сосын виза документтерге дайындаласыз, одан кейін Түркияға келетін уақытты қазір айтатын болам. Бірінші заявка уақыты барлығына бірдей, бакалавр, магистратура, докторантура осы январь мен февраль аралығында тапсыру керексіздер. Яғни бұл этапта сіздің бүкіл данныйларыңыз, жетістіктеріңіз, мотивациялық хат, универ таңдау, ұсыныс хат деген секілді барлық документация осы этапта болады. Одан кейін заявка қаралатын уақыт март, апрель, май аралығында қаралады. Бұл жерде мән беретін нәрсе, өнер саласын тапсырған кісілерге ерте поштасына хат келуі мүмкін екінші этап бойынша. Сол себепті поштаны ұмытпаймыз, тексеріп отырамыз. Одан кейін интервьюдің уақыты июнь мен июль аралығында. Сіздерге интервьюдің 10-15 күн бұрын поштаңызға хат келеді. Қай қалаға таңдадыңыз, сол қалаға, яғни Астана немесе Алматыға барасыздар, адресі барлығы сол жерде жазылатын болады. Одан кейін грант ұтқандар жайында августтың алғашқы аптасында белгілі болады. Одан кейін виза жұмыстары жүреді. Сіздер документтерді жинайтын боласыз, универге керек документ, визаға керек документ деген секілді. Одан кейін соңғы этап сіздерге билет жібереді, сентябрь айында Түркияға келетін боласыздар.